Ойлан таб арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода шын немесе өтірік ойыны болады. Сұрақ саны 28, ойлануға 7 секунд. Әртүрлі жауапқа 1 пайдан. Ал ендеше бастаймыз. Дельфиндер ұйықтағанда миының жартысы ғана дем алады. Қалай ойлайсың? Бұл шын ба, әлде өтірік пе? Бұл шын. Олар тұншығып қалмас үшін миының бір бөлігі ояу болады. Мысықтардың жүрегі адамның жүрегінен кіші. Қалай ойлайсың? Шын немесе өтірік? Әрине бұл бізде шын. Мысықтың дене салмағы аз болғандықтан жүрегі де кішкентай. Банан ағашта өседі. Шын ба, әлде өтірік пе? Банан ағаш емес, үлкен шөптес өсімдік. Ойлан таб арнасының көрермендері, біздің арнамызда 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетсең, 25.000 оқырманға өте аз қалдық. Бірге жетейік. Рахмет. 1 минут 100 секунд. Шын немесе өтірік? Әрине, бұл өтірік. 1 минутта 60 секунд болады. Құстар аспанда ұйықтай алады. Қалай ойлайсың? Бұл шын ба, әлде өтірік пе? Шын, кейбір құстар тырналар ұзақ ұшқанда жартылай ұйықтай алады. Жыланның аяғы болады. Қалай ойлайсың? Жыланда аяқ бар ма, жоқ па? Бұл бізде өтірік. Жыландардың аяғы эволюция басында жойылған. Ара балы бұзылмайды. Шын немесе өтірік? Шын. Балда бактериялар өмір сүре алмайды. Олар ұзақ сақталады. Адамның құлағы өмір бойы өседі. Шын немесе өтірік? Бұл бізде шын. Құлақ шеміршегі жасы ұлғайған сайын ұзарып отырады. Кемпір қосақтың 7 түсі бар. Қалай ойлайсың? Шын ба, өтірік пе? Әрине, бұл бізде шын. Акула артқа жүзеді. Шын немесе өтірік? Өтірік. Акула артқа қарай қозғала алмайды. Ол тек алға жүзе алады. Адам миының 10% ғана жұмыс істейді. Өтірік. Адам миының барлық бөлігі түрлі уақытта қолданылады. Найзағай бір жерге 2 рет түспейді. Шын немесе өтірік? Өтірік. Кейбір нысандарға, мысалы мұнараларға бірнеше рет түседі. Африка әлемдегі ең үлкен құрлық. Бұл шын ба, әлде өтірік пе? Тексеріп көрейік. Әрине, бұл бізде өтірік. Ең үлкен құрлық Азия. Пингвиндер ұша алады. Шын, өтірік? Өтірік. Пингвиндер жақсы жүз алады, бірақ ұша алмайды. Антарктидада ешбір адам тұрмайды. Шын немесе өтірік? Шын. Онда тек зерттеушілер уақытша тұрады, тұрақты тұрғын жоқ. Адамда 32 тіс болады. Шын. Толық жетілген ересек адамның аузында 32 тіс болады. Сүйек темірден мықты болады. Шын немесе өтірік?
Шын, адам сүйегі жеңіл әрі өте биік құрылым. Тасбақа 100 жылдан артық өмір сүре алады. Шын немесе өтірік? Шын, кейбір тасбақалар 150 жылға дейін өмір сүреді. Ірімшік ағашта өседі. Шын ба, әлде өтірік пе? Өтірік. Ірімшік сүттен жасалатын өнім өсімдікке есептелмейді. Кенгуру артқа жүре алады. Шын әлде өтірік? Өтірік. Кенгурудың құйрығы мен дене құрылысы артқа жүруге мүмкіндік бермейді. Вулкан су астында да атқылай алады. Шын, мұхит астында белсенді жанартау кратерлері бар. Піл ешқашан ұмытпайды. Шын әлде өтірік? Шын, пілдердің есте сақтау қабілеті өте жоғары. Тауық жұмыртқаны тек күндіз салады, яғни туады. Өтірік. Тауықтар түнде де жұмыртқай алады. Көлік жүріп келе жатып артқа аударылуы мүмкін. Шын немесе өтірік? Шын, жоғары жылдамдықпен кедергілер апатқа әкелуі мүмкін. Мұз отты сөндіре алады. Шын ба, өтірік пе? Шын, мұз еріп суға айналып отты сөндіреді. Адамның ДНК-сында 23 жұп хромосома бар. Шын, адамда 46 хромосома болады, яғни 23 жұп. Айға алғаш жеткен адам Нил Армстронг. Шын, ол 1969 жылы Аполло 11 миссиясымен ай бетіне қонды. Адам көзі түнде мысық сияқты көреді. Шын, өтірік? Өтірік. Адам көзінің құрылымы мысықтікіндей түнде көруге бейімделмеген. Қанша ұпай жинағандарыңды міндетті түрде комментарияға қалдыра кетіңдер. Осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Қош болыңдар.